90-дық есепті алу жолын өткенде сіздерге көрсеткен болатынмын. Ол жерде бірнеше қателіктер орын алған екен, ескермеген себепті. Қазір сол қателіктердің неден болғаны туралы айтып өтеміз, және де жаңа бағдарламамен таныстыратын боламыз. Бұл жерде өздеріңізге айтқандай жігітке кез келген құпия сөз жазатын болғанбыз. Енді кіру батырмасын басамыз, арғантай мектептің атын талдау. Енді мына жерде мен қазір есептіліктің ішінде сынып бойынша үлгерім, осының ішінде кез келген бір 3А деген сыныпты көшіріп алайын. 3А деген сыныпты көшіріп алатын болсам, бұл жерде үйден оқыту деген оқушы бар екен, байқап отырсаңыздар. Және де 3Адан бөлек 3Б деген сыныпты көрейін қазір. 3Б деген сыныпта бәрі бұл жерде ешқандай жеке бағдарламамен оқитын оқушымыз жоқ, сондықтан бұны да көшіріп алайын. Екеуінің айырмашылығын қазір түсіндіретін боламын. Енді осы көшіріп алған бойынша ары қаратай файлымызды жүктейміз. Бірінші 3А дегенді жүктейді. Есеп шығару дегенді басатын болсам, мына жерде рейссіз түрде бір пән 2 рет қайтылған күнде шығып кетіп жатыр. Осы қателік болған. Және бір қателігі қазір 7D болу керек. Есіз ұмытпасам 7D-да 7D дегенде бұна дене шынықтыру деген пәні есептілікте көрсетіп қалған. Бұны да көшіріп алайын қазір. Бұны да көшіріп алдым. Енді бағанағы өзіміздің бағдарламамызға барып 7D деген пәнді көшіріп есеп шығару дегенді басатын болсам, мына жерде дене шынықтыру деген пәні былай бос күйде қалып қалды. Біздің мақсатымыз тек қана есеп қойылған пәндер, және де үйден оқыту бойынша 2 пән қатар тұрмау керек, оның бәрі бірігу керек. Оны сіздерге жіберген дәл сол сілтемені басасыз, басқаннан кейін құпия сөз немесе мектеп атын ендіріңіз дейді. Бұл жерде құпия сөз ендірудің қажеті жоқ, тек қана мектептің атын ендіру керек. Қазір мен өз мектебім атын ендірейін бұл жерге. Өзімнің мектебім атын ендірдім. Растау деген түймені бастым болды. Бұл жерде сіздің мектебіңіздің аты тұрады, осындай формада жазылады. Мына жерге не істейміз? Мына жерде бағанағы біз 3А деп есептеп алған 3Аны ашайын. 3Аны ашқаннан кейін маған браузер қазақ тілінде болу керек. Қазақ тілінде тұр бәрі. Енді осыны толық Ctrl-A-мен белгілеп, Ctrl-C-мен көшіріп, мынаның ішіне тастаймын Ctrl-A. Сол мәліметтерді өңдеу және шығару деген батырманы басатын болсам,